Сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Бізге қажет болады дәл осындай сары түстегі болгар бұрышы, қызанақ, қияр, көк пияз, аскөк және піскен ет, сарымсақ, сәбіздің дәмдеуші керек болады, 2 түрлі тұз қажет болады, соевый соус және дәл осындай сұйық май қажет болады. Мен дәл осылай сәбіздің дәмдеушін қолданатын боламын. Ең алдымен пісіріп алған сиыр етімізді дәл осы видеода көрсетілгендей бөлектерге бөліп турап алатын боламыз. Турап алған еттерімізді таза ыдысымызға саламыз. Ал енді тұзымызды, дәмдеуішімізді саламыз. Сарымсағымызды дәл осылай жалпақтау етіп турап салатын боламыз. Барлығын турап алдық, енді соевый соусымызды құямыз. Және дәл осылай сұйық майымызды да құятын боламыз. Жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Біздің етімізге дәмдеуіштеріміз жақсы сіңу қажет. Ал енді біз дәл осылай қиярдарымызды турап аламыз. Қиярды видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады. Қиярымызды турап алдық. Тәтті болгар бұрышымызды турап алатын боламыз. Дәл осылай ұзынша етіп турап алдым. Қызанақтарымызды да жалпақтау етіп турап алатын боламыз. Достар, менің YouTube каналымда бұдан бөлек жаңа жылға арналған ерекше оформлениедегі майонезді салаттарды таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Ал енді көк пиязымызды ірілеу етіп дәл осы видеода көрсетілгендей турап аламыз және аскөктерімізді де ірі-ірі етіп турап аламыз. Барлығын ортақ ыдысымызға саламыз. Енді алдын ала дайындап қойған етті массамызды ортақ ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып жатқан кезде өте мұқият болыңыздар, өйткені қызанақтарымыз езіліп кетуі мүмкін. Дәл осындай өте аппетитный жеңіл салат болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Егер де сіздерге осы видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау сәлеметте болыңыздар.